Сәлеметсіздер ме, әңгіме айтар оқырмандары. Бүгін сіздермен күйеуімнің бірінші әйелімен бірге тұруға шыдамым жетпей жүр атты келіншектің әңгімесін айтатын боламын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Менің есімім Анель, жасым 25-те. Қазір бір ұлдың анасымын. Мені күйеуім өте жақсы адам. Оны өлерде сүйем. Жасы 34-те. Менің күйеуім маған дейін бір әйелге үйленіп, одан балалы бола алмады. Ол әйел бедеу. Өзі сүйіп қосылған, өзінен 3 жас үлкен әйел. Ата-анасы ол әйелге үйленуіне қарсы болған екен. Бірақ екеуі қосылыпты. Күйеуімнің анасы менің анамның руласы. Анам екеуі пойызда танысып, бір-бірімен достасып, міндетті түрде кездесіп тұруға уәделескен. Анам екеуі 2-3 жылдай араласып жүрді. Әр жексенбіде бір-біріне қонаққа барып тұрды. Ол бізге бір ұлының бар екенін айтқан. Бірде мен кешке дүкенге нан алуға барғам. Мені белгісіз біреулер көтерді де көлікке отырғызып алып қашып кетті. Менің айқайлағаныма, жұлқынғаныма ешкім назар аудармады. Сөйтіп, бір зәулем үйдің алдына алып келіп кіргізіп жіберді. Ол үйге кірсем, әдемі, өте бай екен. Алдымнан анамның рулас құрбысы шыға келді. Мен жылап, сонша шошытқандарыңыз не деп оған ұрсып жатырмын. Ол ақырын асықпай маған былай деді. Бұл ұлымның үйі еді. Сен оған екінші әйел болшы деді. Деді де қолыма алтын, әдемі білезік салды. Ұлым бай тұрады. Жалақысы да жаман емес. Ақшадан, ештеңеден тарықпайсың деді. Мен сол сәтте не дерімді білмей, үндемей қалдым. Ұлы үйде ашуланып жүр екен. Жанында бір сүйкімді әйел жүр. Сөйтсем, ол жігіт екінші әйел алуға аса көңілі болмаған. Бірақ анасына қарсы келе де алмаған секілді. Енем аты Үрсия. Егер ұлыма бала туып, қуанышқа бөлесең болды. Шалқып өмір сүресің деді. Ұзын сөзі қысқасы, ата-анам келісіп той болды. Маған жігітті қарату қиын болған жоқ. Өзі бойы ұзын, денелі, ірі, сымбатты. Бұндай еркекпен болуды қандай әйел қаламасын. Алғашқы кезде маған қарамай өзінше болып жүрген. Түнде ас үйде су ішіп жатқанда әйелдігімді пайдаланып шешініп, күйеумен назды қылық көрсетіп едім. Еркек қой, еріп кетті. Осы бірінші түннен кейін-ақ ол менің жанымнан ешқайда кетпейтін болды. Көп ұзамай жүкті екенімді білдім. Дүниеге шекесі торсықтай ұл әкелдім. Ендігі мәселе. Бір үйде күйеуімнің бірінші әйелі үшеуміз тұрамыз. Күйеуім әр түні менің жанымда. Ол мені анау әйелінің көзінше де сүйіп, тиісетін болды. Бірақ ол әйел ешқашан ештеңе айтпайды. Соған қарағанда күйеуімді қатты жақсы көреме. Қашанғы шыдамақ ойы бар екенін білмеймін. Ал еркектерге бәрібір секілді ғой. Маған бірінші әйелі туралы тіпті жағы ашпайды. Ол әйелге де обал екенін түсіндім. Бедеулігі үшін осылай азаптануы керек пе? Жаным ашып жүр. Ажырасайын десем балама обал. Қайтем енді? Не істейін? Кеңес беріңіздер. Дәл осылай әңгімені аяқтады келіншек. Ал сіздің ойыңыз қандай? Не істеу керек бұл келіншек? Комментарийға міндетті түрде жаза кетіңіз.